ешқандай пешті қажет етпейтін үй жағдайында бутерброд дайындаймыз. Жұмысқа алып кетсеңіздер де болады, сабақтан келгенде балаларыңызға дайындап берсеңіздер де болады. Балалар өте жақсы көреді. Нанды осылай сковородкаға қуырып алсаңыздар да болады, тек кесіп пайдалана берсеңіздер де болады. Ол үшін бізге жұмыртқа, огурцы, помидор, колбаса керек болады, вареный колбаса дұрыс. Чесночный соус пайдалансаңыздар болады, майонез, кетчуп жақсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Барлығын алдын ала дайындап, арасына кезек-кезегімен колбасамызды, огурцы, помидорымызды, жұмыртқамызды қойып, нанымыздың келесі бетіне соусымызды жағып, осылай бутерброд дайындап аламыз. Біз үлкен отбасы болғандықтан мен көптеу қылып дайындаймын. Ас болсын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.